Сен жақында папа боласың. Енді бала Біз боласың. үлгерген де жоқ болсын. Біз қазір ойын ойнаймыз, трендтегі ойын, біртүрлі сұрақтар деген. Жаңа мен саған қазір сұрақтар қоямын. Соның арасынан саған варианттар қоямын, соны таңдау керексің. Қай жауап бересің? Окей. Еркекше. Еркекше. Жүрген бай боласың. Бай боласың. Бірақ менсіз. Кедей боласың. Ақшаң жоқ. Бірақ менмен. Кедей болам. Бірақ менмен. Бірақ сен. Итак, сенсіз бай болдым, сенмен. Күнде гүл әкелесің. Или күнде завтрак дайындайсың. Неге? Завтрак істеймін. Мен гүл әкеліп келуші. Просто гүл тұра береді да, былай завтрак сезесің да. Қарым тоқ болады да. Мен бір рет измена жасаймын, или сен 3 рет измена жасайсың. Жасаймын. Не үшін? Не үшін сен жасайсың? Сенікі үшеу ғой, менікі біреу ғой. Какая разница? Маша? Сонда сен маған измена жасайын дейсің ба? Жоқ, мен Измена жасайын дейсің. жоқ, сенің бір рет жасағаның, ол маған қатты... А сенің 3 рет жасаған маған тимей ма? Жоқ, жасамау болмай ма? Жоқ. Обязательно жасау керек па? Узнал бы, что ты мне сделала, то мен терезеден секіріп кететін, допустим. Ля ты крыса, а! Сен не? Секіріп кетпейін ба? Енді сен... Жасамайық, оны шақырмай үйге жасамаймыз. Мен бір жыл араласпайсың. Или мен сенің күнде миыңды аштым. Күнде миымды аштым. Сөйлей берем, Так, күнде. звондай берем, звондай берем. Күнде миымды аштым. Бұрынғы қызыңмен бір рет кездесу, или бақи кедей боласың. Өмір бақи кедей бол. Қой. Сен мен... Көзіме қара. Сен болсаң, онда сенмен кездесетін едім. Қалай сақтасын енді? Қайтыс болып кетсем, өмір бақи бойдақ болып өту, үйленбей, или үйлену? Бұл сұраққа мен көп ойланған негізі. Ой, ойланып жүрмедің ғой, өліп сағым. Допустим, мен тұра тұрса айтайын, егер де мен өлетін болсам, менің әйелім, менің қызым бақытты болғанын қалайтын едім ба деп сұрақ қоямын ғой ішімде. Шешіме келді, мен өлетін болсам, қайтыс болатын болсам, мен сені бақытты болған қалайтын едім. Дәл солай мен де бақытты болған лайықтым. Сонда сен мен өліп қалсам бақытты боласың ба? Жоқ, сен Өліп қалсам мен бақытты сен боласың. өліп қалсаң, мен артынан өлем. Балапан. 5 секундтан кейін өлем ғой. Қарасам бір апта деген қалауымда мен үміткер қабылдаймын.